Қайырлы күн. 3 минутта дайын болатын бургердің жасалу жолын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз және лайк басыңыз, біздің каналға міндетті түрде тіркеліңіз. Ең алдымен бізге фарш керек. Фарштың үстіне бұрыш қосамыз, тұз қосамыз және нанның жұмсағын, бір жұмыртқа, осылардың барлығын араластырып, дайын болған фаршты бір-біріне қатты ұрғылап отырып, дәл осы видеодағыдай жұқалау етіп котлетке дайындап қоямыз. Енді біз бургердің булочкаларын ортасына бөліп дайындаймыз. Бургеріміз дәмді шығу үшін табанымызды қыздырып алып, осы бургердің іштерін жақсылап отырып қызартып аламыз. Міне дәл осылай етіп қызарып, қытырлап тұру керек. Енді біз жәнегі дайындаған котлеттерімізді қуырамыз. Екі жағын жақсылап отырып майға қуырып алыңыздар. Міне котлетіміз дайын болды. Енді біз ішіне салмасын дайындаймыз. Ол үшін қиярымызды турап алдық, помидорымызды да дәл осылай етіп турап аламыз. Және салатный лист қосуларыңызға болады, или капустаның жапырағын қосуға болады. Енді майонезімізді және кетчупымызды жағамыз. Помидорымызды, қиярымызды қойып, салатный листімізді және котлетімізді қоямыз. Міне біздің бургеріміз тез арада дайын болды. Өте дәмді шығады. Сіздер де дәл осылай уақытыңызды үнемдеп, тез арада жасап көріңіздер. Сәттілік сіздерге.